Сәлем достар, мен Әлібек, бұл Техноказ арнасы. Бүгінгі обзорда Huawei кеттік. Huawei осы жылғы флагманды сериясын наурыздың 26 күні толықтырды. Олар Huawei P40, P40 Pro және P40 Pro Plus. Соңғысы біздің нарыққа шықпайтын болғасын, алғашқы екеуін талдайтын боламыз. Дизайн. Арқа бөлігі толық стекло, камералар сол шетінде орналасқан. Камералардың орны Samsung S20 Ultraға ұқсас келеді, ал алдыңғы жағында дерлік барлық бөлігін экран алып жатыр. Оның да сол шетінде камера орналасқан, бұл жолы қалған өндірушілерге қарағанда өте үлкен болып, көзге қатты түседі. Экранына келсек, экрандары 6.1 және 6.58 дюймді, рамкалары өте кішкентай. Екеуінде презентацияда Huawei Apple'дың 2017 жылдан бері келе жатқан рамкалармен салыстырып мақтанды. Екеуінде де экран 19.8-ге 9 соотношениеде, 2640-ға 1200 разрешениеде. Матрицасы Flex OLED, ал жаңашылдықтан тек қана 90 Гц экран. Екінші болып Huawei өзінің телефондарының қол ізімен ашатын сканерімен таныстырды. Ол өткен жылғы флагманды түрлеріне қарағанда 30%-ға жылдамырақ деп айтады. Одан кейін қытайлықтар өзінің смартфондарының суға шыдамдылығын түсіндірді. Huawei P40 IP53 стандартымен, ал қалған екеуі IP68 стандартымен қорғалды. Яғни ең қарапайымы бар жоғы тамшыларға шыдай алса, қалған екеуі толық 1,5 метр тереңдіктегі суға дейін шыдай алады. Енді түстеріне келсек, олар үшеу Ice White, Deep Sea Blue және қарапайым қара түсте шығарылады. Келесі камера. Олардың айтуынша нарықтағы ең мықты Leica камералары. Олар Huawei P40-та 3 камера болса, P40 Pro-да 4-еу. P40-тың камераларына келсек, ол Ultra Vision Leica Triple камера деп аталады. Олар телефотоға 3 еселік зумға, оптикалық стабилизацияға арналған 8 мегапиксельді камераны орнатты, 2.4 жарық күшімен. Ең негізгі екінші камерасы ол 50 мегапиксельді 1.9 апертурамен. Ал үшінші ультра кең бұрышты камера 16 мегапиксельді 2.2 жарық күшімен және вспышканың қасында 8 арналы түс температурасын анықтайтын сенсор да бар. Pro версияның камераларына келсек, олар жай P40-ға қарағанда кішкене күшейтілген. Телефотоға арналған камераны 3 еседен 5 есе зумға дейін көтеріп, оның көлемін 12 мегапиксельге дейін жеткізді. Ал жарық күші 3.4. Ал ультра кең бұрышты камерасы 40 мегапиксель, апертурасы 1.8. Соның арқасында киношный деген атаққа ие болды және портретті режим үшін TOF сенсорда қосылды. Осы камералардың барлығы мықты автофокусқа ие, тіпті күннің қараңғы уақытында да ол әрі жылдам, әрі нақты фокус қыла алады деп жатыр. Әрі қарай фишкаларына келсек, 3 смартфонда да камералардың размері өте үлкен. Соның арқасында өте көп жарықты қабылдай алады. Тіпті олардың айтуынша қарсыластарына қарағанда 40%-ға дейін. Камера және де ақылдырақ болған. Енді біз тіпті ешқандай қосымшасыз керексіз элементтерді фотодан алып тастауға болады. Мысалы, фотода түсіп қалған адамдарды еш қиындықсыз алып тастауға болады. Ал енді селфи камераға келейік. Селфи камера 32 мегапиксельді 2.2 апертурамен және қасында сенсорлармен жабдықталған. Олар өз кезегінде адамның жүзімен ашу функциясына жауап береді. Ал видеоға келсек, ол 4К разрешениеде түсіре алады. Енді процессорына келсек, бұл жолы да әдеттегідей барлық смартфондарға Silicon Kirin'нің флагманды 990 чипі орнатылды. Әрине 5G мүмкіндігімен. Kirin 990 тестілеу көрсеткіштеріне қарағанда тіпті Samsung'тың Exynos 990-нан да артта қалады.
Бұл смартфондарда бір слот бар, әдеттегідей бір сим-карта және карта память, немесе екі сим-карта орната аласыз. Pro версияда аккумулятор 4200 мАч, бұл жолы Huawei сымсыз қуаттағышты және ұсынды, және де коробкадан келетін және сымсыз қуаттағыш екеуі де 40 Вт күштілікпен. Ал енді бағаларына келсек, Huawei P40 8 ГБ оперативті 128 ГБ негізгі жадымен 800 евро тұрады, ал P40 Pro 8 ГБ оперативті 256 негізгі жадымен 1000 евро тұрады. Ал енді барлық презентацияны түсіндірдік, енді минустарына келсек. Барлық смартфондарда да Google сервис жоқ, яғни сіз кәдімгі басқа телефондардағыдай YouTube, WhatsApp, тағы басқа танықты қосымшаларды жүктей алмайсыз. Оларды басқа да инсталлер тағы басқа қосымшалар арқылы тапса болады, бірақ сіз оған Google аккаунтыңызды кіргізе алмайсыз. Сондықтан да сол жағы бойынша Huawei ақсап келе жатыр, бірақ жылдан жылға Huawei өзіне сенуді талап етіп, Google-ға ұқсаған сервис ойлап тапты. Соның арқасында өзінің фанаттарын ұлғайтуда. Егер видеомыз ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басуды және комментарийге пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше қош, сау!